Арасы толықтай пісетін, биік болып шығатын панкейкенің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымыз құрғақ болуы маңызды. Жұмыртқаның ағы мен сарысын осылай бөлек ыдыстарға салып аламыз. Қанттың жарты бөлігін сары уызға салып араластырып, үстінен сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қанттың қалған бөлігін ақ уызға салып, миксермен аппақ пенка болғанша жақсылап миксерлейміз. Міне осылай ақ уыз өзінің формасын ұстап тұру қажет. Оның үстіне қопсытқышты салып араластырып, аз-аздан сары уызға салып, осылай араластырамыз. Енді венчик емес лопатка қолданамыз. Венчик қолдансаңыздар, пенкаларыңыз басылып қалуы мүмкін. Енді ақ уыздан 2 ас қасық салып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Біздің пенкамыз басылып қалмау қажет. Және ұнды 4-5 бөлікке бөліп саламыз. Қызған құрғақ табаға ешқандай май жақпай, 2 ас қасықтан дайын болған массадан құйып, бетін жауып 2 минутқа қоямыз. Асты қызырған соң лопатканың көмегімен осылай аударып, тағы да 2 минутқа қоямыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.